Қайырлы күн қаншайымдар. Бүгін мен сіздерге осындай нәзік қана шкатулка құйып көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай мынандай қалып қажет болады. Шкатулканың қалпы мынау. Астыңғы жағы, мынау бас жағы болады. Біз шкатулканы құйған кезде міне нәзік әдемі болып шығады. Бұны өздеріңіз мозаика қылып, түрлі түсті араластырып істесеңіздер де болады. Қосып мынаны құйған кезде мына астыңғы жағына дөңгелегі шұңғылда болу үшін біз мына құйған кезде толтырып құймаймыз. Гипсті сәл аздау қойып қоямыз. Сол кезде біздің шкатулкамыз жапқан кезде аузы толық жабылады. Ол үшін бізге қалып қажет болады. Және менде бағыналы деген гипс пайдаланамын, сол гипс қажет болады. Және су ыдысымыз. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Гипспен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде қолдарыңызға перчатка қолғап киіңіздер, себебі гипс қолды күйдіріп жүруі мүмкін қатты. Сол үшін сол қауіпсіздікті сақтаңыздар. Және міне біздің неміз қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес, орташа болды. Енді осыны біз қалыпқа құямыз. Жайлап құйдық. Осыны құйып болған екен біздің арасы ляп қалмау үшін біз әбден осыны ұрып отырасыздар. Жерге қарап бір-екі рет түсірсеңіздер өз арасында ауа қап кеткен жерлеріне толық кіріп шығады. Кейін тегіс жерге қойыңыздар, қойған кезде де қисық жерге қойсаңыздар, гипстеріңіз асты тегіс болмай шығады. Бір-екі рет жандармен ұрып қойсаңыздар, өз арасындағы ауалары кететін болады. Енді екіншісінде құямыз. Екіншісінде де тура осылай құямыз. Гипстің бір несі қол жылдамдығы болу керек. Гипс тез қатады. Жарты секундтың ішінде уже ол өз жұмысын қатыра бастайды. Сол үшін жылдамдықты асыру керек. Арасын ұрып, енді осыны жарты сағат или бір сағатқа кемі қойып қою керек. Гипс таза кепкенше. Одан кейін көрсететін боламын алуда. Міне бізде жарты сағат уақыт өтті. Одан кейін жайлап астына түсіреміз. Гипспен жұмыс енді бұл нәзік болған екен. Жай-жаймен шетте астына түсіретін боламыз, астынан алып гипсті. Міне біздің гипс төбесін алдық. Енді ортасын ашатын кезде оны айналдырып бұрап, бір шетінен бұрап, жайлап шығаратын боласыздар. Міне қаншайымдар, біздің нәзік шкатулкамыздың іші шықты. Теріс қараған кезде осылай алынып шығады. Қайтып орнына силикон болған екен, теріс қарап қойып қоя бересіздер. Екінші кезек басындағысына жабатыны, бұны да шетінен абайлап ашып шығаратын боласыздар. Міне қаншайымдар, жайлап біз астынан қазір шығаратын боламыз. Өзде мойны жағы бұныкі нәзік болған екен, мына екі ортадан шығуы қиындау соғады бізге. Бұл да әдем шықты. Осылай шкатулка істеп, жақындарыңызға сыйлауға, үйіңізге қоюға, ананас сағынға өте әдем болады.